Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай цезарь салатының түрін жасаймыз. Өте қолжетімді ғана заттардан тұрады, ешқандай да артық қоспасы жоқ. Ең бастысы бір жасағаннан өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге осындай нан мен қызанақ, салат жапырағы, тауықтың төс еті және сыр керек болады. Мен эмир сырын пайдаландым. Ең алдымен сырымызды үккіштен майда етіп өткізіп дайындап аламыз. Содан соң нанды 4 бұрыш етіп ұсақтап турап алдым. Менде бұл жерде қолдан жабылған таба нан, кез келген нанды пайдалана берсек болады. Наным дайын, енді қызып тұрған табаға кішкене май құйып, нанды салып қуырып аламын. Және дәміне қарай кішкене тұз және қара бұрыш сеуіп жібердім. Үстінен паприка сепсеңіздер де болады. Міне қуырып алған наным дайын болды. Енді тауықтың төс етін турайтын боламын. Бұл тауықтың етін қайнап тұрған ыстық суға салып 20 минутта пісіріп алдым. Сіздер де міндетті түрде қайнаған суға салып пісіріңіздер. Себебі қайнаған суда тез әрі жұмсақ болып пісетін болады. Тауықтың етін барынша жұқа етіп турауға тырысамыз. Міне мен осындай ұзынша етіп турадым. Тауық етін пісірудің тағы екінші жолы, тауық етін алып маринадтап духовкаға пісіріп алып қоссаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Енді салат жапырағын осылай ірі етіп турап алдым. Көбісі цезарь салатына пекинский капустаны қосады. Өзім пекинский капустаға қарағанда салат жапырағын қосқан жақсырақ деп ойлаймын. Себебі пекинский капуста қаттылау болады. Салат жапырағы жұмсақ әрі тартымды, салаттарыңыздың арасында жап-жасыл әдемі болып тұрады. Ендігі кезекте қызанағымды осылай ортасына бөліп алып жоқа етіп турадым. Егер сіздерде черри помидоры болса, оны да қоссаңыздар әдемі болып көрінеді. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді тарелкамызға жайғастыратын боламыз. Мен ең алдымен салат жапырағын астына осылайынан жайып алдым. Және оның үстінен қызанақтарды салып шықтым. Одан соң тауық етін жаямыз. Оның үстінен кептірілген нандарымды жайып алдым. Және үстінен майонездерімді осылай жағып шығамын. Мендегі 3 желания майонезі. Осы цезарь салатына арналған арнайы майонездің түрлері де бар. Оларды да қосып жіберсеңіз болады. Және үстінен осылай сыр септім. Енді біздің салмамыз таусылғанша тағы осы әрекетті қайталап шығамыз. Менің YouTube каналымда тағы салаттардың бірнеше түрлері бар. Оларды да ашып қарасаңыздар болады. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация бөлімін басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз менің кезекті шыққан рецепттерімді бірінші болып көре аласыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайша қазақ тілді YouTube каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне осымен біздің салатымыз дайын болды.
салатымыз өте жұмсақ әрі дәмі керемет болып шықты.